Бүгін Жезқазған қалалық мәслихатының кезектен тыс 35-ші сессиясы өтті. Сессияны мәслихат хатшысы Әбдірахман Досанов ашып жүргізіп отырды. Күн тәртібіне 4 мәселе шығарылды. Алдымен әдеттегідей сессияның күн тәртібі мен сессия хатшылығының құрамы бекіді. Келесі мәселе қалалық мәслихаттың депутаттарын сайлау жөніндегі округтік сайлау комиссияларының құрамын қалыптастыру туралы. Қалалық мәслихаттың депутаттарын сайлау комиссиясына жаңадан өзгерістер енгізілді. Оған жаңағы қалалық мәслихат өзі осы социалдық, әлеуметтік сайтта жаңағы Жезқазған вестник газетінің сайттарында конкурс жариялаған болатын. Соған байланысты барлығы 75 ұсыныс келіп түсті. Аманат партиясының 13 адам, Ақжол партиясының 13 адам, Ауыл партиясының 13 адам, және Халық партиясының 13 адам, сосын Сарыарқа қоғамдық бірлестігінің 10 адам, сосын Қазақ Ұлытау облыстық федерациясының самбо федерациясы 10 адам келіп түсті. Соған байланысты бізде 13 округтың комиссиясы болды, әр округте 5 адамнан. Төртінші мәселе және бастысы ендігі мәслихат хатшылары мәслихат төрағасы деп аталады. Халық қалаулылары бұл ұсынысқа да қолдау білдірді. Сессия соңынан келесі сессияның редакциялық комиссиясы құрылды. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы. Тегін оқу көпбалалы Жұлдыз Бакированың арманын іске асырды. Бала күннен тігін ісіне құмар ол бұл саладағы жаңашылдықтарды меңгеріп, заманауи техникаларын қолдануды үйренуді ойлап жүрген еді. Енді кез келген сән үлгісіне сай көйлек түрін тіге алады. Мен өзім көбінесе әжем құрақ құраумен айналысқан, соны шамалап құрақтан хабарым бар, бірақ кейбір мынандай не десе тонкостилар бар екенше, жаңағы біз білмейтін. Өйткені біз бизнес бастайық деп отырмыз ғой, табысымызды ұлғайту үшін, сондықтан бізге мына клиентке жаңағы сапалы түрде жұмыс істеуіміз керек екен. Бірінші ақша емес жаңағы, бірінші жаңағы адал еңбек жасауымыз керек екен түсіндік. Ал Жұлдыз секілді бірнеше ананың арманын жүзеге асыруға Ольга сән үйі қол ұшын созды. Олар мұнда тігін тігудің әртүрлі әдістерін меңгерді. Жас келіншектерге 20 жылдан астам тәжірибесі бар сән үйінің жетекшісі Ольга Романишина практикалық сабақтар өткізген. Бізге табысты отбасы жобасының өкілдері келіп ұсыныстарын айтты. Бірден келістік. Қыздардың нәтижелері жаман емес, өздерінің де қабілеттері бар. Әртүрлі үлгіде киімдер тігіп жатыр. Барлығын тез меңгеріп шықты. Енді екінші лектің қыздарына сабақ жүргізетін боламыз. Бүгін Самұрық Қазына акционерлік қоғаммен байланыс әлеуметтік еңбек қатынастары және еңбек қорғау жөніндегі басқарушы директоры Ғибрат Ауғанов және табысты отбасы жобасының амбассадоры Айжан Нұрланова сертификаттар тапсырып, жобаның алғашқы түлектердің жасаған жұмыстарымен танысты. Қыздарым болғасын, сондай шабыттар оянады. Ішіне әлі көйлек тігу ойда бар. Қазақтың нақышын, қазақтың салт дәстүрін жаңағы елге одан сайын танытқым келеді. Ольга Васильевна маған көмектесті пішуіне, қыздардың бәріне көрсетіп. Сондай-ақ табысты отбасы жобасының өкілдері мастер-майнд өтетін оқу орталығына барып, екінші лектің қатысушыларымен кездесу өткізді. Ұлытау облысында жоба жұмыс істеген, алғашқы айда 14 адам оқудан өтсе, оқытудың екінші айында 33 қатысушыны өз ісінің маман ретінде дайындап шығару жоспарлануда. Гүлмарат қызы Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы. Орамды ойлар, пайымды пікірлер, шынайы әңгіме, салиқалы сұхбат, саясат, өнер, ақпарат, әдебиет, мәдениет, сонымен қатар қоғам игілігі үшін қызмет атқарып жүрген игі жақсылармен жүргізілетін сұхбатқа құрылатын бағдарламаның бұл жолғы қонағы облыс әкімінің орынбасары. Бағдарламада көпті толғандырған сан түрлі тақырыптар қамтылды. Ғалымжан Мұратұлы барлық сұрақтарға ашық жауап берді. Парасатты пайым бағдарламасының кезекті саны. Жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Сәулет өзім келем деген. Идеология дегеніміз не? Жарты жыл деген ол уақыт емес. Өкінішке орай шолақ белсенділер де бар. Мен ол сілтемен бөліскен жоқпын. Пайымдарыңыз парасатты болғай. Айта кетейік, бағдарламаның толық нұсқасы эфирге әдеттегідей сәрсенбі, яғни ертең 20:00-де шығады.
Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы.